Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде барлығы сүйсініп жейтін тәтті жаңғақтар. Ең алдымен 100 грамм шекерді саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқа және де шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары май саламыз. Ұнымызды салып, үстіне 1 шай қасық разрыхлитель қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Қамыр дайын, енді жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мен жаңғақты тоққа соғылған жаңғақ пісіргішке пісіріп аламын. Қамырдан кішкене үзіп алып, осындай дөңгелек размерде салып пісіріп аламыз. Міне осылай әдемі етіп қызартып пісіреміз. Қамырды алдын ала дөңгелек етіп дайындап жасап қойсаңыз болады. Міне мен барлығын пісіріп болдым. Енді осы жаңғақтың шетіндегі артық қамырларын кесіп тастаймыз. Барлығын әдемі бір келкі етіп дайындап қоямыз. Шетінен артылғандарды да қолданатын боламыз. Оның үстіне вареный сгущенка қосып араластыратын боламыз. Яғни бұл біздің тәтті жаңғақтың салмасы. Енді осы салманы жаңғақтардың ішіне салып, дайындап бір-біріне жабыстырамыз. Міне осылай дәл видеодағыдай жасап, біздің тәтті жаңғақтарымыз дайын болады. Балалық шақтың балдамы біздің тәтті жаңғақтарымыз дайын, дәмі өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.